Мысық сиқырды сақтайды ма және мысықтардың сиқырға қатысы қандай? Бұрын мысық күзетші сиқыр жасайды. Көптеген адамдар мысықтарды үйде өсіреді. Өйткені олар үй жануарлары, олардың көптеген түрлері мен формалары бар. Бірақ кейбіреулер бұл мысықтарды жындар мен жындар бейнелейді және сиқырмен байланысы бар, және үйге ойран мен кедейлік әкеледі деп ойлайды. Мысық шынымен сиқырды сақтайды ма, жоқ па? Бұл мақала арқылы біз пері мысықтың белгілерін, бұл туралы дін адамдарының пікірлерін, және мысықтың ата-бабаларымыз перғауындар үшін нені бейнелегенін қарастыру арқылы анықтаймыз және жауап береміз. Үйдегі мысықтар және дін тұрғысынан сиқыр. Мысық күзетші сиқыр жасайды. Мысықтар үйде өсіретін және араласатын жануарлардың бірі болып табылады. Ал балалар мен ересектер олардың әдемі пішіндері мен жүндерінің арқасында оларға өте жақын. Бірақ олардың өмір сүруін байланыстыратын кейбір адамдар олар туралы көптеген әңгімелер таратады. Жындарға көре алмаушылықпен, жаман белгілерге, және олардың кедейлік әкелетініне, және жындардың бейнеленгеніне қарағанда мысық сиқырды күзетеді ме? Көпшілігімізді шатастыратын сұрақтардың бірі, зерттеу мен салыстырудан кейін мысық сиқырды сақтайды деуге ешбір ақиқат негіз жоқ. Мұның бәрі бізге ертеден келе жатқан ежелгі нанымдар мен мифтер. Перғауындар орта ғасырлар арқылы бүгінгі күнге дейін. Лепрекон мысық белгілері жын мысықтың бейнесінде көрінуі немесе оны киюі мүмкін. Ал мысықта кейбір белгілер пайда болады. Олар арқылы оның жын екенін анықтауға болады. Өйткені мысық орындық аяты сияқты сиқырлы аяттарды естігенде ауырады. Жын шығарушы және ықылас, және ол азан мен қасиетті Құранды естігенде қашып кетеді. Және қара мысықты жындар бейнелейтін ең мысықтардың бірі болып табылады деген қауесет тарайды және ол шыққан.